Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біз бүгін міне 19 шілде 2023 жыл Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының Маралды ауылына келіп тұрмыз. Келіп тұрған себебіміз осы жерде ауылдың іргесінен 2 километрге жетпейтін жерден алтын өндіретін шахта ашылғалы жатыр. Соған ауылдың кісілері наразылық білдіріп жатыр. Бұның шығыс жағында Күршім өзені ағып жатыр, ауылдың батыс жағында Маралды өзені ағып жатыр. Жаңа ғана қасынан Қараөткел деген тағы бір өзен ағады екен. Бұл Зайсан ауданына құятын үлкен ішкі өзендердің біреуі. Жаңағыдан шыққан Зайсан көліне шығатын. Осы Зайсан көліне шығады. Зайсан көлі Павлодар, Омбы қалаларын басып, солтүстік мұзды мұхитқа шығады. Бұл біз Арал теңізі сияқты біз Зайсан көлінен айырылып қалуымыз мүмкін. Экологиялық апат әкеліп туындатуы мүмкін. Екінші жағынан мынау таулы жерде істеп жатыр. Бұның астындағы су қабаты ағынды су қабатына жатады. Олған жерде салған олардың құйған химикаттары біздің ауыз суға таралады да, біз Алтай тауындағы Шығыс Қазақстан облысындағы ең таза судардан айырыламыз. Сондықтан біз халықтың неге шулап жатыр, осыны көрейік, білейік деп, халыққа қолдау көрсетейік деп, Зайсаннан келіп отырмыз. Халықтың айтып жатқаны дұрыс екен, біз қарсымыз дей салуға. Және біз болашақ ұрпаққа да бірдеңе қалу керек қой. Біз бәрін тонап, бәрін құртамыз ба? Бізге 100 жылда не қалды? Бізде 100 жылдың ішінде, бір ғасырдың ішінде атом бомбасы түскен Семей даласы қалды. Арал теңізінен айырылдық. Атырауда, Ақтауда 60-100 жыл бойы мұнай өндірді. Қағыр дала қалды бізге. 2020 жылы жоқта құрғақшылық болғанда сол жерде ғасыр бойы мұнай өндірген компаниялардың біреуі көмектескен жоқ. Сондықтан біз бұл жерде бір компания келіп бұл халыққа көмектесіп бірдеңе шығарады деген аса сене бермейміз.